Есте сақтау қабілетін жақсартатын әдеттер. Кез келген сабақты, кітапты, ақпаратты есте сақтау үшін бірнеше техникаларды қолдануға болады. Фокус. Ең бірінші мәселе фокус қойып тыңдау. Мысалы, сіз бір конференцияда отырсыз. Спикердің ақпаратын есіңізде сақтап, қабылдап алу үшін оны фокус қойып тыңдау өте маңызды. Телефоныңызды алып, чатта біреумен онлайн сөйлесіп отырсаңыз, фокусыңыз бөлініп кетеді. Сәйкесінше, айтылып жатқан маңызды ақпарат пен білімдер бір құлағыңыздан кіріп, бір құлағыңыздан шығып кетеді. Спикерді назарыңызды бұрып тыңдап, мүмкін болса маңызды дүниелерді блокнотқа түсіріп, түртіп алып отырыңыз. Сұрау. Білмеген адам емес, білмейтінін сұрауға ұялған адам ұтылады. Сондықтан кез келген сабаққа, курста, ортада бір ақпаратты не тақырыпты түсінбесеңіз, сұраңыз. Миыңызда пайда болған сұрақтарға жауапты сұраған кезде ғана аласыз. Эмоция қосу. Кез келген ақпаратқа эмоция қосыңыз. Вау, бұл сонда осындай екен ғой. Мәссаған, мен мұны білмеппін. Шынымен тың ақпарат екен. Сонда әдет қалыптастыру оп-оңай екен ғой. Міне, осы секілді түрлі эмоцияларды қосыңыз. Ақпараттар ерекше есіңізде қалады. Ассоциация. Кез келген ақпаратты бір дүниемен байланыстырып алыңыз. Мысалы, біз көбіне танысқан адамымыздың атын ұмытып қалып, кейін қайта сұрауға ұялып жүреміз. Сол кезде ассоциация жасап алыңыз. Марат деген адаммен таныссаңыз, дереу ойша есімі Марат екен. Марат сыныптасымның аттасы болып тұр ғой деп ойлап қойыңыз. Сонда келесі жолы бірден есіңізге түседі. 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан деген ақпаратты оқысаңыз, тағы да ассоциация жасаңыз. Демек, менің папам туылмай тұрып 5 жыл бұрын ұшқан екен деп ойлап қойсаңыз, есіңізде жақсы сақталады. Липостат әдісі. Бұл ағзамыздың бір үдерісті қалыпты деп қабылдау процесі. Әдет қалыптастыру орташа есеппен 21 не 42 күн уақыт алатынын айттық. Ал біз осы әдетті қалыпты деп қабылдау үшін 90 күн уақыт керек екен. Сіз салмақ тастағыңыз келді. 2 айда 90 килограммнан 78 килограммға дейін түстіңіз. Бұл сіздің идеалды салмағыңыз. Бірақ ағзаңыз осы салмақты ұстап қалыпты деп қабылдау үшін тағы 3 ай уақыт керек. 90 күн осы салмақты ұстап тұрсаңыз ғана организм бұл салмақ норма екенін қабылдап үйреніп кетеді. Көпшілік адам бірден салмақ тастап, артынша тағы да қосып алып жататыны себебі осы. Бір рет салмақ тастадым екен деп босаңсуға болмайды. Осы салмақты 90 күн ұстап тұрғаннан кейін ғана ол сіздің қалыпты салмағыңызға айналады. Әдеттер қашан бұзылады? Біз жасап жүрген әдеттерімізді бекерден-бекер құртып алмаймыз. Жасағымыз келмей қалған күндері әдеттеріміз аяқ астынан өздігінен бұзылмайды. Мұның өзіндік себептері, арнайы формуласы бар. Осы ақпараттарды білгеннен кейін бізге өмір сүру әдеттерімізбен жұмыс істеу әлде қайда жеңіл болады. Сізге керек пайдалы әдеттерді бұзып қою 4 себептен болады. Немістің health деген сөзі бар. Stop, яғни тоқта деген мағына береді. Health, hungry. Сіз қатты қарныңыз аш кезде дұрыс шешім қабылдамайсыз. Өзіңіз берген уәдеңізді бұзып қою мүмкіндігі де тым жоғары. Сондықтан да кез келген диетада бізге қатты аш болуға рұқсат етілмейді. Адамдар қалай артық салмағынан арылады? Аштықпен емес, керісінше көп рет, бірақ аз мөлшерден тамақтанып, салмақ тастайды. Не үшін? Өйткені қарныңыз қатты ашып кеткен кезде сізге ештеңеге қарамайсыз. Бірден барлығын жеп қоясыз. Angry. Сіз ашуланып тұрған кезде өз-өзіңізге берген уәделеріңізді ұмытып, әдетіңізді бұзып қоясыз. Lonely. Әдетте адамдар жалғыз қалған кезінде берген антын бұзып, сөзінде тұра алмай қалуы әбден мүмкін. Мысалы, енді темекі шекпеймін деп бәрінің көзінше айтып, сөз беріп қойған болса, оңаша қалғанда шыдамай темекі тартып қояды. Tired. Адам қатты шаршап тұрған кезде бәріне қол сілтей салуы мүмкін. Осы жерде байқасаңыз, health деген сөз шықты. Аудармасы stop. Егер де берген сөзіңізді немесе жоспарыңызды орындағыңыз келмей тұрса, өзіңізден сұраңыз. Мен осы 4 құбылыстың қайсысында тұрмын?
Осыны анықтап сұраққа жауап табуыңыздың өзі сізге қатты көмектеседі. Бір күні мен үйге кешкі 9-да келдім. Кешкі 6-дан кейін тамақ жемеу маған әдетке айналып кеткен. Бірақ сол күні менің қарным ашып, тамаққа тартып тұрды. Дереу өзіме сұрақ қойдым. Менің қарным қатты ашпа. Мен ашулымын ба? Мен жалғызбын ба? Мен шаршап тұрмын ба? Дәл сол күні үйде жалғыз едім. Әрі жұмыстан шаршап келген болатынмын. Екі сезім бірдей қосылса, адамдардың әдетін бұзып қою проценті де қатты жоғарылайды. Бірақ мен өзіме дұрыс сұрақ қойып, жауап беру арқылы өзімді тоқтаттым. Шаршап тұр екенмін ғой. Ертең таңертең ерте тамақтанамын деп өзімді бастым. Яғни дәл осы сәттегі күйіңіздің себебін білуіңіз өте маңызды. Жоғарыдағы 4 сұрақты жаттап алыңыз. Осы сезімдердің кез келгені немесе бірнешеуі қосылса, сіз жоспарларыңызды бұзасыз. 4 анықтаманы білудің өзі сізді тоқтатып, тәрбиелеуге көмектеседі. Жаттап алыңыз, есіңізден шығармаңыз. Роберт Дауни. Әр адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе бар. Сенің өміріңде болып жатқан дүниенің бәріне тек өзің ғана жауаптысың. Демек сен осы нәрсенің бәрімен келісіп тұрсың. Жауапкершілік және сылтау. Жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай көп адамның бойында жауапкершілік жетіспейді. Қараңыз, бізге кішкентай кезімізден бастап біреулер көмектескен. Бала кезімізде ата-анамыз, мектепте ұстаздарымыз, университетте кураторлар, кей кездері өзімізден үлкен аға-әпкелеріміз көмектесті. Сұрақтарымызды шешіп берді. Өкінішке орай біз есейсек те сол қалыпта сондай үмітпен өмір сүріп жүрген болуымыз мүмкін. Бірақ сіз үшін бәрін жасап беретін тек қана өзіңіз. Осыны неғұрлым ертерек түсінсеңіз, соғұрлым ұтасыз. Тіпті бастықтан, бухгалтериядан ештеңе күтпеуді үйреніңіз. Қазіргі өміріңізде сізге кей нәрселер ұнамайтын болса, бұл сіздің өткен шақта қабылдаған шешімдеріңіздің нәтижесі. Бірақ осылай екен деп еш қайғырмаңыз. Ойларыңызбен алысып өкініп отырмаңыз. Жай ғана қабылдаңыз және ары қарай жылжыңыз. Бір жылдан кейін қандай нәтиже болғанын қаласаңыз, демек қазір соған сай әрекет ету керек. Формула оп-оңай. Жауапкершілікті тек қана өзіңізде, басқа ешкім келіп сіздің әдеттеріңізді қалыптастырып бермейді. Ешкім сіз үшін жазылып, сызып, оқып, білім алмайды. Жоспарларыңызды сіздің орныңызда ешкім орындамайды. Адамдар өзінен жауапкершілікті ысырып тастау үшін неше түрлі сылтауларды ойлап тауып алады. Қолымнан келмейді, мен білмеймін деп айтпаңыз. Үйреніп алыңыз. Сіздің басқалардан қай жеріңіз кем? Ең бастысы қаласаңыз болды. Кез келген дүниені меңгеріп алуға болады. Елде жағдай ауыр, бұл да бір үлкен сылтау. Сіз қалаған нәрсені беретін ел халқы емес, Алла тағала. Ризық несібеңіздің барлығы өзіңіздің ниетіңіз бен еңбегіңізге сай беріледі. Карантин, ковид дегендер де сізге кедергі бола алмайды. Карантинге қарапайым адам болып кіріп, миллионер болып шыққан қаншама адамды білемін. Еңбек етем деген адам жолын тапты. Білмеген болса онлайнды игерді. Мені солай тәрбиелеген. Өзіңізді өскен ортаңызды, көрген тәжірибеңізді айтып шектеу қоймаңыз. Жоқ жерден өз-өзіңізді аяп отырмаңыз. Алдымен қабылдаңыз. Жақсы, сіз белгілі бір жасыңызға дейін осылай өмір сүрдіңіз. Бірақ енді әрі қарай бұлай жалғасқанын қаламасаңыз, демек қалауыңызға сай жоспар жасаңыз. Сол жоспарыңыз бойынша міндетті түрде әрекет қылыңыз. Тағы бір курс өтіп алайын, ешқандайда тағы бір деген сылтаумен жауапкершілікті болашаққа ысырып жібермеңіз. Тағы бір кітап оқып алайын деп, осы кітаптан алған біліміңізді құнсыздандырып алмаңыз. Бұл кітапта жазылған білімнің 50%-ын өзін алып, практикада қолдансаңыз, кәдімгідей кейін деген нәтиже көретініңіз анық. Себебі дұрыс әрекеттер қалыптастыру, миыңызда жұмысын түсіндірудің өзі тікелей бәрін әсер етеді. Қаржылық жағдайыңызға да, тұлғалық дамуыңызға да, денсаулығыңызға да, қарым-қатынасыңызға да оң өзгерістер алып келеді. Егер бір нәрсе бастағыңыз келіп жүрсе,
оған ең ыңғайлы уақыт дәл осы уақыт, кейінге қалдырмаңыз, сылтау іздемеңіз. Барри Бастер, уайымды жеңу. Адам өз ойынан өзі таяқ жеп жүреді. Кейде жасап көрмей жатып, ойдан бір нәрселерді шығарып алады. Содан кеудесін уайым басып, бойын қорқыныш билейді. Идеясы сол күйі жайында қалады. Істеп көрмек түгілі бастамайды да. Осындай сәттерде маған бір формула қатты көмектесті. Сізге де көмегін тигізетін сөзсіз. Ең бірінші қадам жазыңыз. Сіз нақты неден қорқып тұрсыз? Мысалы, мен 2011 жылдан бері басқарушылық қызметтерде жұмыс істедім. Қол астымда 15-20 адам жұмыс істеді. Ең қызығы, осы 12 жылдың ішінде менен айлығымды көтеріңізші деп сұраған 2 адам болды. Олардың айлықтары көтерілді. Басқа ешкімнің бұлай сұрауға батылдығы жетпейтін секілді. Жазыңыз, мен бастықтан барып айлығымды көтерші деп сұрауға қорқып тұрмын. Мойындау шешімнің 50%. Сіз қазір нақты мойындап тұрсыз. Екінші қадам, ең нашар нәтиже қандай болуы мүмкін? Сіз басшылыққа барып айлығыңызды көтеруді сұрауға қорқып тұрсыз. Ең нашар нәтиже қандай? Шын мәнінде сізді бұл сұрағыңыз үшін ешкім жұмыстан шығармайды. Ешкім сізді ұрсып сөгейін деп тұрған жоқ. Әрі біз қазақ көңілге қараймыз ғой. Ойланып көрейік, немесе қарастырып көреміз деп шығарып салуы мүмкін. Шын мәнінде нашар нәтиже жоқ. Үшінші қадам, ең ауыр нәтижені болды деп қабылдаңыз. Болуы мүмкін деген ең нашар нәтижені осы орынға салып көріңіз. Сонда ғана нашар нәтиже оқиғаның салдары ауыр болуы мүмкін деген жүкті үстіңізден түсіресіз. Төртінші қадам, оны болдырмау жолдарын ескеріп, бірден әрекетке көшіңіз. Ең нашар нәтижені болдырмау үшін 1-2 ай сапалы, тиянақты жұмыс істеңіз. Алдын ала жоспарлап барып басшылыққа кіріңіз. Дәл осы қорқынышты жеңу формуласын сіз де қолданып көріңіз, нәтижесі қуантары анық. Ми және мен. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты ақпарат. Ол бізден бөлек емес, біз оны басқарамыз. Бірақ ми автоматты түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекетіміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная кора, тура маңдайымыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша, префронтальная кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмде медитация. Дәл осы уақытта префронтальная кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальная кора жақсы дамиды, яғни жаттыққан сайын ол да мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды. Америкада 1850 жылдары түрмедегі адамдарға түрлі эксперименттер жасайтын болған. Ғалымдар олардың префронтальный корасын қолдан зақымдап адамдардың өзгерісін бақылаған. Сонда миларының осы бөлігі зақымдалған адамдардың өмірге деген қызығушылықтары мүлдем жоғалып кетіпті. Артық әрекет жасамайтын болған. Тек бір әрекет жасап, бір бағытта жүреді. Сағаттап қимылсыз отыра беретін болған. Содан ғалымдар адамда префронтальный кора дұрыс жұмыс істемесе, ол шешім қабылдау қабілетінен айырылады деген қорытындыға шығарған. Ондай адам миында қалып қойған процесс бойынша ғана өмір сүретін болған. Біз көбірек ойланып жоспарласақ, неғұрлым көп құлшылығымызды жасасақ, соғұрлым префронтальная кора мықты болады. Сәйкесінше аналитикалық ойлау жүйеміз өте жақсы дамиды. Миымызда 2 түрлі жұмыс істеу режимі бар. Біріншісі молшылық, шабыт режимі, екіншісі дефицит, яғни стресс режимі. Сіз қай режимде өмір сүріп жатырсыз? Көбіне біз өзіміз байқаймай дефицит режимінде жүреміз. Оның көрсеткіштері мынадай: күніңіз басталады, өтіп кетеді, уақыт тез өтеді, қатты бір өзгеріс жоқ, нәтиже жоқ. Адам стресстік режимде өмір сүрсе, барлық нәрсені
блоктайды. Тек тамақ жеу және ұйықтау, көбею деген процестер ғана қалады. Стресстік жағдайда ми энергияны сақтап қалуға тырысады. Бұл режимде адам артық салмақ жинап, семіріп кетеді. Ми бүкіл энергияны майға айналдырып, қою туралы шешім қабылдайды. Ертең қиын күн болса, майды қолданамыз деген сақтықпен өмір сүреді. Иммунитетіміз де белгілі бір сұрау жібергенде, ми оған стоп, бұл нәрсеге біздің жұмсайтын энергиямыз жоқ, қоя тұр дейді. Сонымен адам ақырын тез ауырып қалатын аурушаң адамға айналады. Сүйек өсуіне, өзін-өзі емдеуге де организмнің артық энергиясы жоқ. Стресстік режимде жүрген адамның тістері сарғайып, жалпақ тілмен алғанда құрттап кетеді. Себебі ми блоктап тастаған керекті витаминдер жоқ. Оқу, даму, жаңа қызығушылықтар іздену деген дүниелер де жайына қалады. Барлығына беретін мидың жауабы оған уақыт жоқ, күш жоқ. Мұның барлығы ешқашан да сіздің жалқаулығыңыздан емес. Негізгі себеп сіздің стресстік режимде жүргеніңіз. Егер стресстік режимде жүрген болсаңыз, одан қалай шығуға болады? Шын мәнінде бұдан шығу сіз ойлағандай қатты қиын емес. Стресстік режимде жүргеніңізді біліп мойындаудың өзі шешімнің 50%. Әрі қарай одан шығудың қарапайым жолы көбірек құлшылық қылу, медитация жасау және өзіңізді тыңдау. Ең бірінші әрекетіңізді қазір жасаңыз. Қағазды алып, осы сұрақтарға жауап беріңіз. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Армандарым қандай? Өзімді іздеп жүрмін. Мен не істеп жүргенімді білмеймін. Дұрыс өмір сүріп жүрмін бе? Осы жұмыста істеген маған керек пе? Өзіме керек орта адамын ба? Осындай сұрақтардың барлығы өзіңді табу дегенге алып келеді. Икигай деген өзіңізді қалаған, сіз жақсы білетін және адамдар ол үшін ақша төлеуге дайынсыз. Осылардың барлығы ортақ болған жерде сіздің икигайыңыз бар. Ол жерде сіз өзіңізді потокта сезінесіз. Бұл іспен айналысқанда сіз шаршамайсыз. Икигай қолымнан келеді, ақша төлейді, жақсы көремін. Өзіңнің сүйікті істі табу туралы дайындалған арнайы текст бар. Сол текст қандай істі сізге ақша төлемесе де тегін істеуге дайынсыз деген сұрақ көрсетілген. Адамның икигайын осы жауаптан да табуға болады. Өзіңіз жақсы көретін жұмысты тауып алсаңыз, сіз ешқашан жұмыс істемейсіз. Бар болғаны өзіңіз демалатын, жақсы көретін іспен айналысасыз. Адам өзін-өзі таппайды, себебі ол өзін жоғалтып алған жоқ. Адам бар болғаны өміріндегі әдеттері мен әрекеттері арқылы өзін-өзі қалыптастырады. Өзіңізді іздемеңіз, бірақ өзіңізді таныңыз. Сізде ашылмай жатқан кітапсыз, қайталанбайтын геніңіз бен болмысыңыз бар. Сізге не ұнайды, не ұнамайды, қандай өмір сүргіңіз келеді, немен айналысқыңыз келеді, қолыңыздан жақсы келетін істер қандай? Өзіңізге осы секілді сұрақтарды қойыңыз және икигайыңыздың іздеңіз, табыңыз. Төмендегі кестені толтырып шығу арқылы икигайыңызды анықтап көріңіз. Кестені толтырған соң тағы бір қарап шығыңыз. 3 кестеде де жазылған ортақ істер сіздің икигайыңыз болып шығады. Мен қолымнан келетін істер. Адамдар маған қай қызметім үшін ақша төлеуге дайын? Маған қандай іспен айналысқан ұнайды? Осы сұрақтарға жауап жазып көріңіз. Жаңа қабілетті меңгеру мүмкіндігі. Жаңа қабілеттерді енгізіп отыру бүгінгі заманның талабы. Уақытыңызды дұрыс жоспарлап кіріссеңіз, кез келген қабілетті 2 айда өте жоғары деңгейде меңгеріп аласыз. Қазіргі баяғыдай қиын ештеңе жоқ. Мысалы, интернет-маркетинг немесе коучинг, менторлық қабілетін үйреніп түсіну үшін университет оқудың керегі жоқ. Ары кетсе, 6 айдың ішінде білім, тәжірибе алып, профи болып шыға аласыз. 21 ғасырда бір ғана мамандықпен шектеліп қалуға болмайды. Себебі бәсекелестікке қабілетсіз болып қаласыз. Ойланыңызшы, мысалы, менің бір компаниям бар дейік. Мен компанияға IT маманын жұмысқа алуым керек. Мамандарды таңдап жатқан кезде алдыма тек қана IT білетін және IT-ге қоса маркетинг меңгеріп алған маман келетін болса, басымдылықты екінші маманға беріледі. Яғни қосымша жаңа қабілеттер сізді бәсекеге қабілетті болуға алып келеді. Бір аптада 168 сағат бар.
сол сағаттың 3 сағатын ғана жаңа қабілетті меңгеруге арнасаңыз, 3-6 айдың ішінде сіз толыққанды нәтиже көрсетесіз. Керек кезде үйреніп аламын деген ой жүзеге аспайды. Өзіңіз өмір сүріп жатқан дәуірді, қоғамды зерттей жүріңіз. Жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін қандай мамандықтар мен қабілеттер сұранысқа ие болады. Сол бағытқа қарай бой түзеңіз. Мысалы, қазір мобилография өте актуалды. Ал осыдан 2 жыл бұрын оған ешкім мән бермеді. Телефонмен кейбір видео түсіреді дейсің бе деп жеңіл-желпі қарады. Ал қазір мықты мобилографтар 15 секундтық видео үшін 200 мың теңге алады. Әрине, оны түсіруге шамамен 1 сағаттай уақыт кетеді. Монтажда да бірнеше сағаттарды алуы мүмкін. Дегенмен, осыны 2 жыл бұрын біреуге айтсаң ешкім сенбеген еді. Қазір нарықта сұранысы жоғары. Әр қабілет қосу құндылық. Сізге жаңа қабілетті меңгеру бүгінгі күн өте қолжетімді. Ол үшін бар болғаны қарапайым қадамдарды жасаңыз болғаны. Осы қабілет бойынша 3 кітап оқу, сол қабілет бойынша 3 конференцияға қатысу, немесе видео сабақ көру, 1-2 толыққанды курстан өту. Мысалы, мен ұйқы туралы сабақтар жүргіземін. Алдымен өз өміріме енгіздім. Ал алғашқы курсымды мен бір кітаптан алған біліміммен өткіздім. Кейін уақыт өте келе бұл қатарды білімді толықтырдым, бірақ алғашқы әрекет үшін маған бір кітап та жеткілікті болды. Сонымен жаңа қабілетті қалыптастырудың қарапайым формуласы 3 кітап плюс 3 видео плюс 2 курс. Қазіргі курстардың сапасы университет сабақтарынан да ұтымды болып келетінін өтірік емес. Руминация халі. Руминация халі қайта-қайта бір мәселені шайнай беру, ойлай беру. Миымыздың бізге берген 2 түрлі мүмкіндігі бар. Шешім қабылдау мүмкіндігі, руминация халіне түсу мүмкіндігі. Көшеде бір ит сізге үрді деп ойлайық. Сіз қашып құтылдыңыз. Бұл шамамен 20 секундтық қана процесс. Негізінде қашып алысқа ұзап кеткеннен кейін сіз бұл оқиғаны ұмытып, өз жоспарларыңыз бойынша ісіңізді жалғастырып кете беруіңіз керек. Ал сіз 10-15 минуттан кейін де дәл сол оқиғаны ойлап жүрген болсаңыз ше, ол ит неге үрді? Мұны иттің иелеріне айту керек. Осы итте бір қанды ішіп бітті деген фокусыңыздың барлығы сол итке тастап кетесіз. Негативті ситуацияны қайта-қайта ойлай беретін бұл жағдай руминация халі деп аталады. Бұл халдің сізге келіп кетер 1 грамм пайдасы жоқ. Өте көп энергияңызды алып қояды. Шығудың бір ғана жолы бар. Шешім қабылдау. Осындай жағдай болды. Мұны келесі жолды болдырмау үшін не істеуім керек деп ойланыңыз, шешім қабылдаңыз. Шешім қабылдасаңыз өте жақсы. Ал ешқандай шешім қабылдамасаңыз автоматты түрде руминация халіне түсіп кетесіз. Сізде шешім қабылдауға бар болғаны 5-7 секунд уақытыңыз бар. Үй түрде демек, енді бұл көшеден өтпеймін. Болмаса кешке барып есіне ескертемін. Шешім осылай қабылданады. Ары қарай әрекетке өтіп кетсеңіз, мәселе сол жерде жабылады. Ал шешім қабылдамай, қайғырып, бас ауырта берсеңіз, префронтальная кора мидың бір бөлігі миндалинаға тікелей сигнал барады. Миндалина жүйеден қанға адреналин және кортизол гормондарын бөледі. Бұл 2 гормон қанға араласқан соң сабыр ету мүмкін емес. Ал бәрібір бұл халге түсіп қалсаңыз сабыр сақтап та керек емес. Қаныңыздың гормонды шығарып тастау керек. Ең дұрыс жолы спортпен айналысып, тер арқылы шығару. Ұнамайтын дүние бар ма? Өзгертіңіз, өзгерте алмайсыз ба? Онда сол жерден кетіңіз. Жалпы кез келген жағдайда қайғырып, ойланып, өзіңізді шаршатып алмаңыз. Руминация халі адамға өте зиян. Әдет қалыптастыру уақыты. Әдет қалыптастырудың ең ыңғайлы әдемі уақыты таң. Америкада бір зерттеу жұмысы жүргізілді. Скрипка үйретуге бір топ адамдарды жинайды. Оларды 2 топқа бөледі. Бірінші топқа күнде таңертең уақытта сабақ қояды. Екінші топтың сабағын кешкілік уақытқа белгілейді. 40 күннен кейін нәтиже белгілі болады. Таңертең сабақ алған оқушылар 67%-ға жылдам үйренген. Ал кешкі топтағы нәтиже көрсеткіштердің пайызы 37 ғана. Таңертең негізі уақыт өте көп. Жұмысқа дейін 3-4 сағат уақытыңызды өзіңізге бөле аласыз. Мейлі ол спорт болсын, курс болсын, жаңа білім болсын.
Миымызда альфа жағдай деген түсінік бар. Ол енді оянған кездегі миыңыздың жағдайы. Бұл кезде ми өте тынық болады. Кез келген сұрақты жеңіл шеше алады. Дәл осы альфа кезеңді қолдану керек. Сізде екі таңдау бар. Бірінші жол жұмысқа 30 минут қалғанда ұйқыдан тұрып асығыс таңғы астың өзін ішер-ішпестен жұмысқа шығу. Екінші жол ерте тұрып асықпай кітабыңызды оқып, жоспарыңызды жазып, таңғы асыңызды ішіп жұмысқа бару. Қай жол жағымды? Әрине екінші жол өте ыңғайлы, пайдалы. Ең бастысы миымыздағы альфа жағдайды стресстен жұмсап жібермеу керек. Бәрі бірден болмайды. Бәрінің тез бола салғанын қалаймыз. Дегенмен ерік-жігер тұрақтылықты қадағалауды талап етеді. Осыны мойындап, сол бағыт бойынша әрекет ету керек. Біз не істейміз? Асығамыз. Бүгін қалаған нәрсемізді ертең қолымызда болғанын қалаймыз. Десе де, қанша асықсақ та кез келген процесс белгілі бір уақытты талап етеді. Тез арада байып кету керек. Тез денсаулықты жақсартып алу керек. Срочно ұйқыны дұрыстау керек. Өміріміздегі қай нәрсе срочно тез реттеп алғыңыз келіп жүр? Біз Прагаға көшіп барғанда бір қызық оқиға болды. Келдік, орналастық. Сол күні түнде 22:15-те балаларымыз шулағаны үшін көршілеріміз полиция шақырды. Үйден иесі хабарласып шок болып тұр. Сендер неге шулап жатырсыңдар? Балалар ұйықтамаған ба деп аң-таң. Ал балаларды қайдағы ұйқы? Олар түнгі сағат 1-2-ге дейін жүріп үйреніп қалған ғой. Ойлайсыз, ертеңінде сағат 21:00-де балалар ұйықтап қалды ма? Жоқ, әрине. Ұйықтардан 1,5 сағат бұрын жатыңдар, тістеріңді жуыңдар деп шулап жүріп, әйтеуір үйреттік. Оларды ерте ұйықтауға үйрету үшін бізге 10 күн керек болды. Басқалар үшін балаларын ерте ұйықтатып үйретуге 1 апта немесе 1 ай қажет болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі уақыт кетеді. Ең бастысы тұрақты қайталап отырып, белгілі бір уақыт ішінде діттеген мақсатқа қол жеткізуге болады. Есте сақтау керек, бәрі бірден болмайды. 9 әйелің болса да 1 айдан кейін балалы бола алмайсың, деп бір кісі айтып еді. Әрине, 9 айдан кейін нағыз катастрофа болуы мүмкін. Бірақ расында да адам қанша асыққанмен 9 айдың жүзін көрмей бала дүниеге келмейді. Осы жердегі белгілі бір заңдылықтарға бағыну керек. Қалауыңызға жетудің, мақсатыңыздың орындалудың қарапайым формуласы асықпаудан және тұрақтылықтан тұрады. Дұрыс әрекеттердің зияны. Адамдардың әрекеттері өзгере бастаған кезде өмірдің басқа сфераларында да оң өзгерістер бола бастайды. Ақтөбелік Мадияр деген кәсіпкермен менторлық бағдарламасы негізінде 3 ай жұмыс істедік. Менторлыққа келген кезде Мадияр мырзаның басты сұранысы күнделікті режимін реттеу, баланс қалыптастыру және денсаулығын дұрыстау болды. Яғни табысын арттыру немесе қандай да бір материалдық құндылықтар басты орында болмады. Десе де сол 3 айдың ішінде өзі жалға алып отырған жерден көшіп бизнесіне жеке ғимарат сатып алды. Ал 1 жылдық табысы өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Әрине, бизнестің жүріп дамуы үшін тек қана бір фактор маңызды рөл ойнамайды. Дегенмен, ой жүйелеп, режимді дұрыстау, өмірдің барлық сфераларындағы балансты сақтау табыстың артуына да тікелей әсер етеді. Менің марафондарыма, курстарыма, жеке тағылдауыма және менторлыққа келетін адамдардың басым бөлігі өмірі мен ойын жүйелегісі келеді. Ал өмірдің барлық салалары бір-біріне тікелей әсер етеді. Ұйқысы дұрыс емес адам энергиясы тасып, құлшынып, жұмыс істей алмайтыны анық. Жеке өмірінде гармония жоқ, адамның бизнесінде де тұрақтылық жүйе болмауы қиын. Өмірдің барлық сферасын алып бірден жүйелеп тастау да мүмкін емес. Бұл процестердің жүйеленуі белгілі бір уақытты талап етеді. Ең алғашқы қадам жаңа дұрыс әрекеттерді қалыптастырудан басталады. Арнайы дәстүрлерді де енгізіп алуға болады. Мысалы, біздің отбасымызда еркектер күні бар. Бұл негізі ұлдарымен жеке сапалы уақыт өткізу үшін ойлап табылған дәстүр болатын. Осы еркектер күні идеясы ұнап, әдетке айналдырылған оқырмандарым алғысын айтып жазып тұрады. Тек ер азаматтар емес, олардың әйелдері де күйеулерінің ұлдарына көбірек көңіл бөліп, аралар жақындағанын жазады.
Инстаграмда дұрыс адаммен дұрыс уақытта ішілген кофе өте пайдалы деген текстпен тұрақты сторис салып тұрамын. Бұл менің келіншегіммен бірге уақыт өткізгенде салынып тұратын дәстүрге айналып кетті. Инстаграмдағы идеологияның әсері шығар, бұл дәстүрді өмірлеріне енгізіп, алғысын білдіріп жазып тұратындар көп. Өмірлік баланс туралы соңғы бөлімде толығырақ тоқталамын. Түсініп, тапсырмасын орындап, өзіңіздің өміріңіздегі баланстың тұрақтылығына мән беріп тұруды ұмытпаңыз. Дұрыс әрекеттерді қалыптастырудың ешқандай да зияны жоқ. Ал көл көсір пайдасын көретініңіз анық.